2 сынып қазақ тілі 87 сабақ. Зат есім. Зат есімдерді тауып, сұрақ қоюды үйренемін. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қоя аламын. 10-шы жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Шағала көлін қорғайды, шопан төлін қорғайды, егінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Өтебай Тұрманжанов. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Не шағала, кім шопан, кім егінші, кім батыр. Бұл жерде барлығы балалар зат есімдер. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деген сұрақ қойылады. 11-ші жаттығу. Кестені толтыр. Кім, не, кімдер, нелер. Кім? Бала, сәби, не, алма, лақ. Кімдер? Қариялар, мұғалімдер. Нелер? Қалалар, ойыншықтар. Бұл жерде балалар сұрақтарға байланысты сөздерді рет-ретімен жазамыз. 12-ші жаттығу. Өлеңді рөлге бөліп оқыңдар. Өмірде ата кім мықты, айтқан адам шындықты. Қасиет неде адамдық, ізет, мейірім, адалдық. Өмірде не ең жаман, сақтай алмау елді аман. Серікбай Оспанұлы. Зат есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Кім? Ата, адам. Шығармашылық үзіліс. 13-ші жаттығу. Ойлан тап. Саған кім болады? Әкеңнің әкесі ата, әкеңнің анасы әже, анаңның әкесі нағашы ата, анаңның анасы нағашы әже. Өзіңнен кіші қыз болса сіңлі, өзіңнен кіші ұл болса іні. Тапқан сөздерің зат есім екендігін дәлелде. Бұл жерде балалар кім деген сұрақты қоямыз. Кім ата, кім әже, кім нағашы ата, кім нағашы әже, кім сіңлі, кім іні.